Алтын топ арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері. Бүгін біздің арнамыздан көретін ақпараттарыңыз мынандай. Александр Исак Ливерпульдің қатарына қосылады ма, қосылмайды ма? Жо Феликс ақша үшін бұрынғы өзінің клубын лақтырды деген ақпараттар шықты. Ал енді көптен күткен Виктор Гюкереш Арсеналдың ресми ойыншысы. Осы және басқа да футбол ақпараттары сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып, арнамызға жазылып қойсаңыздар, біз өте қуанышты болар едік. Қолдап жүрген достарға алғыс айтамыз. Ал енді әдептен озбай, көп созбай бастайық. Кеттік. Ханс-Дитер Флик Барселонаның қазіргі бас бапкері өзінің бар екенін көрсеткісі келеді, енді өзінің талаптарын нақты қойғысы келеді. Қандай талаптар десеңіздер, жалпы Барселонаның ойыншылары көп мерекелерде медиаға, басылымдарға шығып кететіндей жасамауды талап етті. Өздерінің әрқайсының туған күні болса да, басқа мерекелік жағдайлар болса да, жалпылама үлкен көлемде атап өтпей, жасырын атап өтуді талап етті. Бұның бәрі Ламин Ямалдың туған күн кешінен кейін тұжырымдалған ой шығар. Ал енді жалпы Барселонаның ойыншыларына Ханс Флик әлеуметтік желіде де көп отырмауды талап етті. Әрбір өзінің мөлшерімен ғана отыруды талап етті. Одан тыс көп жағдайда әлеуметтік желіде уақыттарын құртуға қарсы. Барлық назар футболда болсын, деді Ханс-Дитер Флик. Бұл ақпараттардың бәрін сыртқа шығарып жеткізіп отырған Диа Рио спорт басылымы. Тұғырлы Тоттенхэм келесі маусымда Чемпиондар лигасында ойнайтын өздеріңіз білесіздер. Енді мен Тоттенхэмнің жанкүйерімін, тағы да бір ескерте кетейін. Тоттенхэм келесі маусымда Чемпиондар лигасында ойнайтын болғандықтан жақсы ойыншыларды алғысы келеді. Бірінші трансфері Мохамед Кудус болды, өздеріңіз білесіздер. Одан кейін Гибс Уайтты Ноттингем Форесттан алу керек болатын, ала алмай қалды. Гибс Уайт Ноттингем Форестпен келіссөздерді созып тастады. Одан кейін Хави Симмонсқа қызығушылық болды. Эбереджи Эзеге қызығушылық болды. Осылардың бәріне қол жеткізе алмай жатыр қазір Тоттенхэм клубы. Ал бәсекелестер өте топ клубтар, бұларды алудағы ендігі кезекте Баварияның ойыншысы Жоао Палиньямен келіссөздер жүргізіп жатыр. Қазіргі таңда Бавария сатуға дайын деген ақпараттар бар. Бавария былтыр ғана қатарларына қосқан болатын, 52 миллион евроға Фулхэмнан алды. Және де Жоао Палиньяның өзі АПЛ-ға қайттан қосылуға дайын. Ал Палиньяның агентімен бәрімен келіссөздер жақсы жүріп жатыр. Тоттенхэм мен Палиньяның арасында, агенттерінің арасында. Палиньяның өзі де қарсы емес АПЛ-ға келуге. Ендігі кезекте Бавариямен ғана келіссөздер жүргізу қалды. Ал Бавария 30 миллион евроға сатуға дайын деген ақпаратты шығаруда. 30 миллион евроға осындай тамаша жартылай қорғаушыны алып алса керемет болар еді. Бұл мәселенің шешілуіне аз ғана уақыт қалды. Осы аптада Палинья Тоттенхэмнің ойыншысы атанады деген ақпараттар бар. Александр Исактың да мәселесі шешілмей жатыр. Александр Исакқа қазір Сауд Арабиясы Аль-Хилаль клубы қызығып жатқан жайы бар. Аль-Хилаль клубы Александр Исакқа аптасына 700 мың евро беруге дайын. Қате естімедіңіздер. Аптасына 700 мың евро беруге дайын. Және де дәл қазір Александр Исактың бір ойым Сауд Арабиясына кетіп бассам ба деп отырған жайы бар. Ал Ливерпуль клубына да барғысы келеді. Ливерпуль клубы ала алмай жатыр. Себебі 140 миллион евро ұсынды деген ақпараттар бар. Ливерпуль клубы Ньюкаслға, ал Ньюкасл Александр Исак үшін кем дегенде 170 миллион евро алғысы келеді. Ал Сауд Арабиясы Александр Исакқа сұраған 170 миллион евроларыңызды береміз әлбетте деп дайын отыр. Александр Исактың өзі де өте қатты қарсы емес сияқты, себебі керемет келісімшарт ұсынуға дайын Аль-Хилаль клубы. Бұл шиеленіскен жағдайдың да шешілуіне аз ғана уақыт қалды. Александр Исактың өзі бірақ Ньюкаслдан кеткісі келетінін жеткізген. Достар, футбол эмоцияларының басты демеушісі 1xBet букмекерлік компаниясында ең жоғары коэффициенттер мен ірі ұтыстар бар екенін естеріңізге салайық. Өз сүйікті командаңызды қолдаңыз, пікірге сілтеме арқылы өтіп алтын доп 1x промокодын қолданып тіркеліңіз. Және алғашқы депозитке 390 мың теңгеге дейін бонус алыңыз. Сүйікті командаңызды таңдаңыз және де спорттың басты оқиғаларын 1xBet букмекерлік компаниясымен бірге қадағалаңыз.
Мен деген басылымдардың бәрі Жоа Феликстің қайда кететінін кешеден бері айтып жатыр. Жоа Феликс жалпы бірінші Бенфикамен келіскен болатын. Бенфика ресми түрде Челсиға ұсыныс тастаған екен. Жоа Феликстің өзі де өзінің шыққан жеріне барғысы келген екен. Дәл осындай ойларда отырған кезде Аль Наср кірікпеген. Біріншіден ассалаумағалейкум, екіншіден гоу болса гоу деп осы Жоа Феликсті қатарларына қосқысы келетінін жеткізген, және де осы әңгімеден кейін бірден Жоа Феликс ойланып қалған. Себебі Аль Наср өте жақсы жалақы ұсынып отыр Бенфикадан қарағанда. Қазіргі таңда ең абыройлы деген басылымдардың бәрі Жоа Феликс Аль Насрдың қатарына қосылады. Бұл келісім ресми түрде алдағы 24 сағатта, ары кетсе 48 сағатта орын алады, қол қойылады деген ақпараттарды шығарды. Бәлкім сіз бен біз осы видеоны көріп отырған кезде Жоа Феликс ресми түрде Аль Насрдың ойыншысы атанып та кеткен шығар. Ол жақтың бапкері Жезустың ықпалдылығы бар, және де Криштиану Роналдуның көмегі бар, ықпалы бар Жоа Феликстің Аль Насрға баруына. Криштиану Роналду өзінің осыны отандастарын жиналғаны өзіне жақсы. Жоа Феликс сияқты шабуылшы міндетті түрде Криштиану Роналдуның ары қарай голының көбеюіне көмектесе алады. Бапкерге де ұнайды. Бұл әмбебап ойыншылардың бірі. Қазіргі таңда Челсидан Аль Наср 25 миллион евроға алады деген ақпараттар бар. Трансфермаркет порталында Жоа Феликс 20 миллион евро тұрады. Челси 50 миллион евроға сатып алған болатын. Енді ақпараттарды айта кетейік, кезінде 100 миллион евроға дейін тұрған болатын бағасы. Ал Атлетико Мадрид 130 миллион евроға алған еді. Қазір сол баға 20 миллион евроға дейін түскен екен. Тек қана құлап келе жатыр. Енді біз ең болмаса Сауд Арабиясында Жоа Феликсқа сәттілік тілейміз, жақсы ойындарын көреміз деген ойдамыз. Ал көптен күткен трансфер орын алды. Gyökeres ресми түрде Арсеналдың ойыншысы атанды. Кейбіреулер енді Gyökeres дейді, кейбіреулер Gyökeres дейді. Өздеріңізге ыңғайлы вариантын таңдап аласыздар нұсқасын. Біз Gyökeres деп айта берейік. Gyökeres ресми түрде Арсеналдың ойыншысы 65 миллион евроға келді. 65 миллион евро Gyökeres сияқты ойыншыға өте тамаша баға деп ойлаймын. Себебі Арсеналдың өзі жақында ғана Мадуэкен 60 миллион евроға алып жатыр. Оның жанында енді бұл гол салатын машина деп айтсақ та болады. Виктор Gyökeresті тамаша бағаға алды деп ойлаймыз. Қазіргі Арсеналдың спорттық директоры, бұл интеллекті, IQ-ы өте жоғары ойыншы, нағыз біздің стильға келетін ойыншы, нағыз бізге осындай шабуылшы керек еді, біз соған қол жеткіздік деді. Шынымен де тамаша ойыншылардың бірі. Gyökeresке қызыққан топ клубтар көп болды. Оның ішінде Арсенал басынан бастап таласып келе жатқан болатын. Осы Арсеналға қосылу үшін Виктор Gyökeresтің өзі жалақысын төмендетуге де келісті. Жалақысын төмендеткенде қалай енді? Спортингті алып жүрген жалақысынан әлбетте көп алады. Бірақ ең алғашқы үлкен жалақы ұсынған жалақыдан біраз төмендеткен екен. Ал Виктор Gyökeresтің өзі де Арсеналға келіп қосылғанына өте қуанышты. Бұл менің командам. Чемпиондар лигасында Арсеналға қарсы өткізген ойында сезген болатынмын. Бұл команданың қандай мықты екенін, және де осы команданың бір мүшесі болу мен үшін үлкен бақыт. Және де мен тек қана Португалияның лигасында емес, Чемпиондар лигасында да топ деңгейде ойын көрсеттім. Менің деңгейім Арсеналдың деңгейіне сай келеді деп ойлаймын. Мен өте асығыспын алаңға шығуға, және де Арсеналға көмектесуге бар күшімді саламын, деді Виктор Gyökeres. Арсеналдың жанкүйерлері болса, шынымен де шын жүректен құттықтаймыз. Өте тамаша шабуылшыны алды деп есептейміз, бірақ та жартылай футбол жанкүйерлері бұл жоғалып кетеді. Негізі ел күткен ойынды көрсете алмайды деген пікірлерді де айтуда кешеден бері қарай. Бірақ енді бұл мықты ойыншы, қай жерде де мықты, жоғалмайтын шығар. Бізде Виктор Gyökeres'тің Арсеналдағы ойынын асыға күтетін боламыз. Бүгінге осы арнамызға жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Біз сіздер үшін жиі футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз. Қолдап жүрген достарға алғыс айтамыз. Назарларыңызға рахмет.